Қазақстанның оңтүстігіндегі үлкен аймақ Талас өңірі. Бұл жерде 1 миллионнан аса халық тұратын Жартастау деген қала бар. Қаланың үстінде әлемдегі ең ірі су қоймаларының бірі орналасқан. Ол 1970 жылы салынған. Содан бері бірнеше рет жөндеу көргенімен, соңғы 10 жылда жағдайы туралы даулар жиілеп кеткен. Соңғы апталарда ауа райы ала бөтен болды. Күн сайын нөсер, күн сайын найзағай. Тау ішінде топырақ опырылып, өзендер лайланып кеткен. Қала ішінде көп адам байқамағанымен, бірнеше мамандар дабыл қаға бастады. Солардың бірі гидролог Арман Жанқұлов. Арман 42 жаста, ғылымға адал, әрі аса сабырлы адам еді. Бірде түнгі сменада ол приборларды тексеріп отырып, су деңгейінің қалыптан 3 есе көтеріліп кеткенін көрді. Бұл дұрыс емес, бұлай болмауы керек. Бөгет мұндай қысымға шыдамайды. Ол дереу басқармаға хабарласты, бірақ шенеуніктер "қауіп жоқ, халықты дүрбелеңге салмайық" деп жауап берді. Арман жасырын түрде бөгетке барып өз көзімен жағдайды көрді. Су қақпаларына жеткенде етегін жарып шыққан судың қысымы айналаны дір-дір еткізіп тұр екен. Қабырғаларда қалың жарықтар пайда болыпты, құласаң түкке тұрмайтындай. Бұлай жалғаса берсе, көпке бармайды, деді Арман өз-өзіне. Жартастауда сол түні күн батқаннан кейін ауа тым ауырлады. Дауыл бұлттары таудан төмен түсіп, найзағай әр 10 секунд сайын жарқылдап тұр. Қала ішінде адамдар әдеттегідей кешкі тіршілігін жасап жүрген. Бірі кафеде, бірі жұмыстан қайтып бара жатыр. Енді бірі үйінде сериал қарап отыр. Ешкім алда не болатынын сезбеді. Сағат 22:17-де Арман қайтадан басқармаға келіп, суды дереу түсірейік, халықты эвакуациялау керек деп қатты сөйлеп жіберді. Бірақ тағы да бюрократиялық жауап. Арман, сен бәрін қиындатып жібересің. Қалада 1 миллион адам тұрады. Енді бәрін үрейге салсақ, ертең басымыз кетеді деп жауап берді. Арман үнсіз қалды, бірақ қол қусырып отыра алмады. Өз бетінше су қоймасына қайтып барып, жарықтарды өлшеп, судың қысымын жазып жүрді. Сағат түнгі 23:41-де оның приборы бұрын соңды болмаған дыбыс шығарды. Қысым қалыптан 5 есе жоғарылап кеткен. Осы сәтте бөгет тарапында жер сілкінгендей дір ете түсті. Қабырғадағы жарықтар кеңейе бастады. Арман тізесі қалтырап тұрып, қалалық төтенше жағдайлар қызметіне соңғы рет хабарласты. Алдағы 1 сағатта бөгет құлайды. Не істесеңдер де, халықты оятыңдар. Телефонның ар жағынан ұзақ үнсіздік. Сосын кеш болды деген сөз естіді. Түнгі сағат 12-ден 8 кетті. Жартастау қаласы әлі ұйқыда. Осы кезде таудан төмен найзағай түсті, тура бөгеттің үстіне. Дауыл күшейіп, жаңбыр шелектеп құйып тұр. Қабырғалардағы жарықтардан су атқылап, содан кейін бір жері опырылып түсті. Бірнеше секундта тым-тырыс болды, тек жел ғана ысқырып тұр. Сосын әлемді жаңғырық сияқты дауыс жарып жіберді. Бөгет жарылды. Алдымен бөгеттің 40 метрлік бөлігі үңірейіп ашылды. Одан кейін тағы 60 метр қирады. Тау ішінде миллиондаған текше су басып алып, көк толқын боп қалаға қарай атқылады. Толқынның биіктігі 30 метр. Бұл 10 қабатты үйге тең. Қала тұрғындары алғашқы соққыны сезгенде, алыстан жел гуілдеп бірдеңе құлағандай дыбыс естіді. Сағат түнгі 12-ден 14 минут кетті. Ең сыртқы шағын аудандарға қара түнек су келіп жетті. Алғашқы минуттарда 2000-нан аса адам ұйықтап жатқан жерінде үйімен бірге судың астында қалды. Көшелер бірден дарияға айналды. Көліктер қоңырағаш қоқыс сияқты домалап барады. Адамдардың айқайы, су дыбысы, сынған электр бағандарының жарылысы бәрі араласып кеткен. Қаладағы жарық толығымен өшті. Бұл енді жай тасқын емес, бұл табиғат соғысы еді. Арман судан әрең шығып, қираған жолдың үстінде тұрған машинаның төбесіне шықты. Қараса қала түгел қараңғы. Көзге тек бір бағытта қозғалған жарық көрінеді. Бұл тірі қалған адамдар. Қолшам жағып алып, биік жерге жүгіріп бара жатыр. Арман олардың соңынан ерді. Әр қадам сайын біреу айқайлап көмек сұрап жатыр. Ол бір баланы судан сүйреп шығарып иығына салды. Баланың даусы қарлығып, "Аға, анам суға кетті" деді. Арманның жүрегі езіліп кетті, бірақ тоқтауға болмайды. Қала үстіндегі биік төбе Аққой тасқа 15 мыңдай адам жиналды. Қалғандары белгісіз. Таңғы сағат 6-дан 2 минут кетті. Жаңбыр тоқтап, аспан ашыла бастады. Горизонтты қарасаң,
Бұрынғы Жартастау қаласы жоқ, оның орнына үлкен көл ғана жатыр. Үйлердің төбелері ғана кей жерден шығып тұр. Көпірлер, жолдар, бәрі жоқ. Алдын ала есеп бойынша сол түні 32 мың адам жоғалды. Бұл Қазақстан тарихындағы ең ірі трагедия еді. Арман тізерлеп отырып, егер кеше-ақ дабыл берсек, осынша адам аман қалар еді деп сыбырлады. Көзінен жас тоқтамады. Тірі қалғандардың куәлігі бойынша шенеуніктер тасқын қаупін 2 күн бұрын білген. Бірақ елдің дүрбелеңінен қорқып, халыққа айтпай қойған. Бір айдан кейін тергеу басталды. Арманды да шақырды. Ол сотта тұрып, мен айттым, бірақ тыңдамады. Егер бір ғана адам тыңдағанда, сол түні мыңдаған адам тірі қалатын еді деді. Судья үнсіз қалды. Үгітті бақылауға жауапты бірнеше адам лауазымынан айырылды, бірақ кеткен адамның орны толмады. Жартастау қаласы қалпына келтірілмеді. Ол жер қазір Қара теңіз деп аталып кеткен жасанды көл. 2013 метр биіктегі Аққойтасқа үлкен ескерткіш қойылды. Тастың бетінде, бұл түнді ешқашан ұмытпа, қауіпсіздік сөз емес, аманат. Төменгі жағында тасқыннан кейін табылған 32.406 адамның тізімі жазылған. Арман күн сайын сол жерге барып тұрады. Жағасында отырып көлге қарайды. Су тып-тыныш, тіпті сол түн еш болмағандай. Бірақ ол бәрін біледі. Судың әр толқыны бір адамның тағдыры.